Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін сіздермен бірге мен ойнан Нурик. Қалайсыңдар достар? Достар, сендер менің артында көріп тұрған шығарсыңдар. Бұл не де ойласаңдар, бұл Майнкрафт логикалары. Яғни бүгінгі видеоға арнайы жасалған заттарымыз Майнкрафттың логикасы. Ал ендеше сіздер достар видео басталмастан бұрын арнама тіркеліп лайктарыңды бас кетіңдер. Сол кезде 300 подписчикке жететін боламыз. Ал ендеше Майнкрафт логикасын бастаймыз. Біз қазір бірінші Майнкрафттың логикасын көреміз. Бұл мен өзімнің инвентарымда тұр екен ғой достар, кешіріңіздер. Достар, қараңыздар, мына незерейтвер шлемді, мінеки мына обычный шлемдер Майнкрафттың, және де сіздерде мына незерейтвер шлем болады, және де сіздер бұны мінеки көрдіңіздер ма, мына екі көз тұрады, соның ортасына бір сызық түсіп тұр, иә. Оны киген кезде осылай скинда да, осылай сырт келбетте де осылай тұрады. Ал егер де сіздер мына кольчужный шлеммен кожаный шлемді киетін болсаңыздар, ол тура өзі суреттегідей болып тұрады, мінеке қарасаңыздар достар. Ал егер де сіздер железный шлем, алмазный және де золотой шлемді киетін болсаңыздар, суретінде сызығы жоқ, иә достар, қараңыздар, сызығы жоқ. Ал егер бит киетін болсаңыздар, неге незерейтвер шлем секілді ортасынан түседі? Қараңыздар достар, неге? Майнкрафттың логикасы қайда? Бұл бір Майнкрафттың логикасы. Ал ендеше келесі келесі лайфхагымыз. Егер де сіздерге осылай төбеден құм түсетін болса, сіздер оның ішінде қалып қыпа алатын боласыздар. Қазір мен яғни полный барлығын 9 блоктан сөйтіп көптеп түсіргем жоқ, тек қана осы 3 блок қана түсірдім, және де ол 1 блоктан ғана. Ал егер де сіздер осылай 3 блокқа мініп, немесе 4 блокқа мінетін болып секірсеңіздер, сіздер қыпы алатын боласыздар. Және де мына жерде бұл не? Әрине бұл бізде кактус. Әрқашан шөл далада тұрады, және де қыпы әрқашанда алады. Және де сіздер әрине мынаны затты білетін шығарсыздар, лава секілді. Бұл акт әлемінде тұратын нәрсе, иә достар. Егер де сіздер бұның үстіне тұрсаңыздар, қыпы аласыздар. Ал егер отыра қалсаңыздар, қыпа алмайсыздар. Ендеше достар, мінеке сіздер осы жерде, яғни су, иә. Егер міне осылай 2 блок суда тұрсаңыздар, сіздер қыпа аласыздар. Қазір сіздерге достар, мінеке қараңыздар, мына астында тамақтың үстінде міне 4-еу, 3-еу, міне 2-еу қалды, және де 1-еу қалды, және де осылар біткеннен кейін бізде қыпа кетеді. Я, мінеке достар, бізде қыпы кетті. Ал егер де сіздер мұна оттың үстіне тұратын болсаңыздар, сіздерде әбден қыпы кетеді. Және де қаз осылай өтсе салайық енді. Және де сіздер мұна жерде тұрыстарынан қараңыздар достар. Осы бұл бізде костер. Костердің үстіне тұра қалсаңыздар, сіздер әрине қыпы аласыздар. Және де достар, мен жаңадан, яғни біз бәріміз енді кіші кезімізден бері Майнкрафт ойнап келе жатырмыз ғой. Және де осы блок новый версияны көрген кезде мен ойлайтынмын, осының үстіне тұрса қыпы аладымыз ба деп, қыпы алам ба деп ойлайтынмын. Және де қыпы аладым ба деп өте қатты қорқатынмын. Ал ендеше көреміз. Не болды достар? Жоқ, қыпы алмады. Бізде ешқандай қыпы алмайды. Бұл жай ғана блок, және де жай ғана сурет, анимация, яғни. Және бұл бізде қыпы еш алмады. Ал ендеше Майнкрафттың келесі лайфхагы. Яғни бұл бізде 3-ші лайфхаг. Достар, мінеке бұл жерде қарасаңыздар, мінеке, қараңыздар достар. Кешіңіздер достар. Ондай қателіктер болады. Ендеше достар, енді кешіңіздер, ондай видео болатын болады. Және де мен осы трезубецті алдын ала видео басталмастан бұрын алам деп ұмытып кетпін. Мінеке достар, бұл бізде тасбақаның жұмыртқасы. Я достар, қараңыздар, бұл бізде қаншама құм, яғни бұл бізде бір құмның өзі. Қараңыздар достар, бізде қазір бір құмның қаншама құм, мына жұмыртқаны сындыра алмады, иә достар. Жарайды енді. Ал енді трезубец тексереміз. Опа, 3, 2, 1. Бірі сындырмады. Жарайды енді. 3-ü көрейік. Жоқ достар, сындырмады.
сындырмат. Және де бұл бізде әлі де сындырған жоқ. Бұл бізде мүлдем сындырмады. Трезубец сындырмады. Ал ендеше бұл бізде жарайды, енді Майнкрафт қуып қалды. Енді Майнкрафттың логикасы жоқ қой. Енді достар, қайтесіздер, енді 4-1 заттар. Мені бұл бізде на колено, бұл бізде игроктарды, жителдерді, яғни барлық Майнкрафттағы мобтарды өлтіріп тастайтын өте ауыр және де өте көп қыпы алатын блогымыз, затымыз. Енді мінеки достар, бұл бізде кішкентай ғана жұмыртқаны сындыра алам екен. Тіпті бір блокқа да жетпейтін жұмыртқаны сындыра алам. Ал ендеше көрейік. Достар, наковальня өзі сынып қалды, достар. Бұл бізде наковальня, в общем, бұл бізде сындыра алмады. Мынаны да тастай салайық, достар, қазір. Және де бұл бізде өзіміздің скин, яғни броняларымызды кигізіп қоятын затымыз, мінеки достар, бұны да тексереміз. Бұл да бізде сындырған жоқ. Ал егер де достар, сіздер бұл жерге мініп былайынан түсе салсаңыздар, ол жай ғана игроктың түскен жерінен сынып қала салды, достар. Бұл бізде енді Майнкрафт лайфхакының, Майнкрафт логикасының 3-ші заты аяқталды. Ал ендеше 4-ші бөліміне кеттік. Мінеки достар, бұл бізде сіздер өте көп көресіздер. Бұны TikTok-тан, YouTube Shorts-тан, яғни сіздер бұны көп көретін шығарсыздар. Ал ендеше біз бұны тексеретін боламыз, достар. Және де өзіміз Майнкрафтты тексереміз. Жоқ, енді бір попытка. Жарайды енді достар. Міне достар, неге достар, наңғараңшы, неге наңғараң қаншама зат тұр. Жарайды, ал ендеше өзіміздің келесімізді тексереміз. Келесі. Және де жоқ. Достар, неге өтпейді? Неге әрі қарай өтпейді? Есікті ашаға өттік, достар, наңғараңшы, есікті ашаға өттік, жерге бұлт жеткізіп түсе салды. Жарайды енді, ол есік енді. Мінеки достар, көреміз. Жоқ, достар, өтпейді. Және де өткен жоқ. Ал ендеше былайынан тексеріп көрейік. Хопа! Десек те өтпейді. Ал ендеше мына жерден тексереміз, достар. Және де бұл бізде өтті, достар. Бұл бізде өтті. Және де сіздер, достар, мен осы екеуін бірге қосып істей салдым, себебі ұзақ болмас үшін деп. Және де достар, міне қараңыздар, өтіп жатыр. Бұл бізде қуанышты жағдайлық. Ал ендеше достар, мынаны қараңыздар. Неге өтпейді? Достар. Қараңызшы, достар, өтпейді. Мен өзім енді қисып кеттім. Жарайды, ол ендеше жақсы, ол бізде маңызды емес, оны сіздер барлықтарыңыз білесіздер. Достар, қараңыздар, бір блок жанды, 2 блокта жанды. Егер олардың тура ортасынан осылайынан жаңғызбайтын болсаңыздар, және де ол өтіп кетеді, достар. Көрдіңіздер ме? Ол өтіп кетеді. Қараңыздар, достар. Неке? Оппа! Мінекей, достар, өтіп кетті. Және де мына жерден өздеріңіз көресіздер. Неге? Достар, неге? Қараңызшы, 3 пиксель. 2 пиксель бұл бізде, яғни блок болып жауып тұр. Неге ол өтіп кетеді? Қараң, достар. Былайда өтіп кетеді. Неге? Майнкрафт логикасы. Жарайды, ал ендеше қараңыздар, достар. Бұл бізде обычный жағаны блоктар, заттар, әйнек, мына заводчиктер. Мені қараңыздар, достар. Қараңыздар, осылай мініп кете береміз, Бұның барлығы бір блокпен тең. Міне, достар, блокта мінеміз, әйнекке мінеміз. Осылай мінеміз. Ешқандай, міне, қараңыздар, достар, ешқандай секіру батырмасын басып тұрғам жоқ. Просто өзі келіп қана өтіп кететін. Достар, міне, қараңыздар. Қасына келесіздер, өздері өтіп кетеді просто. Ал қараңыздар. Біз бұның үстіне міне алмаймыз. Неге? Біз бұның үстіне тек бір нәрсе ғана, бір зат арқылы ғана өте аламыз. Бұл бірде әрине кавер. Так, осы үстіне қойсаңыздар, достар, мінеке. Және де біз бұған қасына келе саламыз.
және де өзі-ақ секіріп мініп кетеді. Достар, лайфхак. Лайфхак дей бердім, ол Майнкрафт логикасы. Яғни бүгінгі видеода достар біз 1, 2, 3, 4, 5 және де біз бүгінгі видеода 5 Майнкрафттың логикасын тексерген болатынбыз. Ал ендеше достар, бұл біздің бірінші бөліміміз. Егер де сіздер тағы да осындай қызықты видеоны қаласаңыздар, давайте арнаға тіркеліп лайктарыңды бас кетіңдер. Бүгін сіздермен бірге болған мен Ойнан Нурик. Сау болыңдар достар. Комментарийға жаз кетіңдер, егер де осындай видео көп күтсеңдер, сау болыңдар.